Шыңғыс хан қазақ империясының ханы. Шыңғыс хан еркін дала заңын тура жолды, яғни қазақты жүйелеген тұлға. Оның туған жері қазақ елімен байланыстырылады. Ал сол кездегі Монғолияның бір атауы Узах, Хазар, Хақас, Хаса, еркін дала, мәңгі ел дегенді білдіреді. Ал Хазар атауы Алтын Ордаға да байланысты қолданылған. Қазақ деген Алтын Орда немесе Дешті Қыпшақ атауымен, яғни еркін Қыпшақ, Қыпшақ өрісі және Қыпшақ жазығы ұғымымен байланысты. Рук пен Әл-Масудидің қыпшақтарды қосып, Кашак және Әл-Қазақ деп атауы қазақ этнонимінің ертедегі транскрипциясы болып табылады. Орта ғасырлық Татария аймағы да негізінен қыпшақ қазақ тілді кеңістік болған. Сондықтан қыпшақ қазақты немесе Ұлы Орданы қазақ хандығы, кейде қазақ Татариясы деп те атаған. Орыс тілінде Вольная Тартария, ал ағылшынша Independent Tartaria атаулармен кездескен. Ал Ұлы Орданың өзі Великая Тартария немесе Grand Tartaria деп атаған. Бұл елдің астаналарының атаулары Яса және Қазанда қазақ дегенді білдіреді. Бұл деректер Шыңғыс ханның 6 ғасырдан белгілі болған қазақ империясының билеушісі екенін және оның мұрасының кейінгі Қасым ханның қасқа жолы мен жеті жарғыда жалғасын тапқанын көрсетеді. Бәрінен бұрын, қазақ сөзі Жеңіс хан есімінің де бір мағынасы